Внимание! Запастағы 50-ге жуық офицерлер бүгін Қарабатан полигонында оқу-жаттығу жиынына қатысады. Бұл 5 жыл сайын жоспарлы түрде өтетін шара. Бір айдың ішінде офицерлер әскери шеберліктерін шыңдап, тәжірибелік дағдыларын жетілдіреді. Сондай-ақ әскери атақтары жоғарылайды. Ендеше оқу-жаттығуын бастаймыз. Запастағы офицерлер жеке құрамы нормативтер орындау барысында бірінші, екінші норматив және төртінші нормативтер орындау барысында осыдан кейін нормативтарды орындап болған соң практикалы атыс жаттығуларына көшеміз. Қазіргі таңда сбордағы администратор жеке құрамымен бәрін қосқанда 59 офицер осы жақтамыз және де 50 запастағы офицер кісілерде жаттығулардан зачет қабылданады. Қазір біз ату алаңына келдік. Бұл жерде запастағы офицерлер оқтарын алып, арнайы нысананы көздеп ататын болады. Бұл жерде дауыс қатты болғандықтан мен қолыма құлаққап алып, киіп алатын боламын. Жаңа қалеш, атуға дайын.